Армысыздар, Ирбес телекомпаниясының эфирінде айтарым бар бағдарламасы студия тізгінде мен Бекбол Мырзахан. Бүгін хабарымызда біз мектепке жол акциясы жайлы сөз қозғаймыз. Осы төрттегі салаларымызға Павлодар облысы білім беру басқармасының балалардың құқығын қорғау және инклюзивті білім беру бөлімінің басшысы Жібек Айтмұхамбетова ханым жауап беретін болады. Студиямызға қош келдіңіз. Кеш жарық. Алғашқы сұраққа тоқталсақ, жалпы енді статистикаға негізі жақсы көреміз ғой барлығымыз. Павлодар облысында мектепке дайындала алмай отырған отбасылар саны қанша? Павлодар облысында жаңа оқу жылының дайындық аясында мемлекеттік және қайырымдылық қолдау көрсетілуде. Бұл ретте жалпыға бірдей білім беру қоры есебінен көрсетілетін қаржылай көмекпен мектепке жол республикалық қайырымдылық акция бір-бірінен бөлек екі қолдау тетігі екенін ерекше айтқым келіп отыр. Олар қаржыландыру көздері мен көмек көрсету тәртібі бойынша ерекшеленеді. Жалпыға бірдей білім беру қоры есебінен мемлекеттік қаржылау көмек көрсету тарапынан бүгінгі таңда бұл жоба басталды. 1 тамыздан бастап 30 қыркүйекке дейін жалғасады. Бұл дегеніміз қазіргі таңда 10 мыңнан астам бала осы көмекті алады. Бір балаға төленетін қаржылай көмектің мөлшері осы оқу жылында 62.534 теңгені құрайды. Бұл өткен жылмен салыстырғанда 16,5%-ға артық. Және осы мақсатқа жергілікті бюджеттен 602,50 миллион теңгеден астам ақша бөлінді. Керемет, 652 миллион теңге, 652 миллион теңге бөлінді. Керемет, жалпы енді мемлекет тарапынан қанша қаражат бөлінген? Бұл мемлекеттік тарапынан жалпыға бірдей білім беру қоры есебінен. Енді бұдан бөлек бізде кәсіпкерлердің қолдауы бар, сол біріккен кезде? Осы көмектің екінші бағыты, жаңа айтып кеткендей, мектепке жол акция аясында демеушілер, кәсіпкерлер, жеке меншік кәсіпкерлер тағысын тағыда осы әлеуметтік қолдауды қажет ететін отбасыларға демеушілік көмек көрсетеді. Керемет. Демеушілерді кімдер табады? Яғни олар өздері ынта білдіре ме? Олар өздері, яғни мысалы мен кәсіпкермін, осы мектепке жол акциясына қатысқым келеді, ол үшін сіздерге хабарласам, Бұл мектепке жол акциясы жылдан жылға өтіп келе жатыр. Сондықтан ірі кәсіпкерлер, зауыттар, мысалы әртүрлі жеке меншік кәсіпкерлер бұл акцияны біле тұра алдын ала сұраныс жіберіп, білім беру ұйымдарына жүгінеді. Не болмаса сол қаланың, не болмаса ауданның білім беру бөліміне жүгінуге болады. Бұл акцияға тек қана кәсіпкерлер, не болмаса зауыттар тағысын тағы да қатыспайды. Кез келген, осы облысымыздың кез келген тұрғыны, азаматы, қарапайым тұрғыны келіп қатыса алады. 10 дәптер, түрлі түсті қарындаш, тағысын тағы да өзінің мүмкіндігі бойынша соны білім беру ұйымына әкеліп тастап кетуге болады. Яғни ол кейін мұқтаж отбасыға тапсырылады. Енді мына жерде кәсіпкерлер туралы айтып отырмыз ғой, жалпы жергілікті кәсіпкерлер мен демеушілердің белсенділігі қандай деңгейде қазір бізде? Жоқ, жылдан жылға біз статистика бойынша сол қатысып жүрген кәсіпкерлер жылда қатысады. Оған жаңа қосылып жатыр ма? Қосылып жатқан кәсіпкерлер де бар. Ірі кәсіпкерлер 100-ден аса балаларды қамтиды. Мектеп формасымен, спорттық аяқ киімдерімен, керек құрал жабдықтарымен 100-ден аса балаларды қамтиды. Мемлекет тарапынан берілетін қолдаумен, мына жақта демеушілердің көмегі бір-бірін қалай толықтырады? Мемлекеттік көмек бұл 5 санаттағы отбасыларға көрсетіледі. Ол бірінші санаттағы отбасылар жаңағы мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алатын отбасылар. Екінші санат бұл осы көмекті алмайтын, бірақ жан басына шаққандағы орташа табысы ең төменгі күнкөріс деңгейінен төмен отбасыларына көрсетіледі. Және отбасыда тәрбиеленіп жатқан жетім балалар немесе ата-аналардан
ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға, одан кейін төтенше жағдайлардың салдарынан шұғыл көмекке мұқтаж отбасылар және әрбір білім беру ұйымында қамқоршылық кеңестер жұмыс жасайды. Сол кеңеспен бекітілген отбасыларға мемлекеттік тарапынан осы жоғарыда айтып кеткен 62.534 теңге көлемінде көмек көрсетіледі. Бұл мемлекеттік тарапынан. Енді осы санаттарға кірмейтін отбасылар, бірақ әлеуметтік көмекті қажет ететін және мұқтаж отбасыларға, осы тізімнен бөлек отбасыларға демеушілік көмек көрсетіледі. Жалпы көмек шын мәнінде мұқтаж отбасыларға толық жетіп жатыр деп айта аламыз ба? Бұны қалай тексересіздер, қалай бағалайсыздар? Әрине, оны білім беру ұйымдары өз бақылауында ұстайды ғой, иә? Әрине, бұл білім беру ұйымдар өз бақылауында ұстайды. Мысалы, жоғары айтып кеткен мемлекеттік тарапынан көрсетілетін көмекке ата-аналар осы сомадағы ақшаны алып болғасын, 10 күннің ішінде балаларға қажет заттар алынған туралы түбіртектерін тапсырады мектепке. Осы белгіленген сума бойынша. Ал енді демеушілік көмек бойынша ол әр білім беру ұйымы мұқтаж отбасылардың тізімін құрастырып, көрсетілген көмектерді жинақтап, не болмаса сұраныс жіберіп, сол отбасыларға нақты көзделген көмек көрсетеді. Мысалға, енді мен мұқтаж отбасынан шыққан оқушымын дейікші, мысалға, мысалдар ретінде өзімді келтіріп отырмын ғой, маған мемлекет тарапынан қолдау көрсетілді. Мен қолдауымды алдым, яғни көмектерді алдым. Енді мына жақтан демеушілер тарапынан тағы да қолдау беріп отыр. Яғни бір балаға екі тарап қолдау көрсетілетін жағдайлар бола ма, жоқ әлде бұны білім беру ұйымдары реттеп отыр ма? Ол енді отбасылар санына және балалардың, оқушылардың санына байланысты. Егер де оқушылардың саны артып бара жатса, онда әрине бұл қолдау көмек әр балаға шағын көмек көрсетіледі. Жалпы дүкен, мысалға, енді дүкен сатушы дейікші, сіздерге хабарласты. Міне, мен осы 50 балаға мектеп формасы не болмаса, мүмкін сөмкелер тиге, мысалы, табыстағысы келеді. Бұл жерде сіздер тізімді қалай реттейсіздер, яғни қалай таңдап аласыздар оқушыларды, мысалы, осы туралы айтып берсеңіз. Кәсіпкерлерден ондай ұсыныс келіп жатса, әрине біз әр аудан, әр қала өз демеушілерімен жұмыс жасап, бұл көмекті қазіргі таңда көрсетіп жатыр. Сондықтан енді тізім бойынша және ол отбасылардан ұсыныс жиналады. Бір отбасыға, мысалы, тек қана рюкзак керек, екі балаға. Басқа киім кешектері бар. Енді екінші отбасыға тек қана аяқ киім керек болып жатады. Үшінші отбасыға мектеп формасы керек болып жатады. Сол сияқты әр ұсыныстар қарастырылып, сол көмек бөлінеді. Яғни реттеледі, яғни кімге не керек соны жазады. Қазіргі таңда бұл тізімдер ата-аналардың ұсыныстарымен тізімдер жиналған. Бар, яғни әр отбасыға қандай балаға неше жаста, қай сыныпта оқиды, қандай құрал жабдық немесе киім кешек керек екені ол қазіргі таңда анықталған, сол бойынша көмек көрсетіледі. Керемет. Енді мынандай сұрақ туындап отыр, жалпы қай аудан немесе қалада, болмаса ауылда осындай акцияға сұраныс жоғары? Әрине, бұл акцияға сұраныс ірі қалаларда деп айтамыз ғой, Павлодар, Екібастұз, Ақсу қаласында сұраныс көп, өйткені бұл қалаларда тұрғындары да, бала саны да көп аудандарға қарағанда. Бірақ енді барлық мекен жайларда бұл көмек көрсетіледі. Керемет. Жалпы әр оқушы, біз айта аламыз ба, білім басқармасы, әр оқушыны назардан тыс қалдырған жоқ. Барлығын қамтимыз. Мүмкіндігінше, әлбетте, енді бұған сәйкес, осы көмекке сәйкес келетін жандарды, балаларды біз толық қамтимыз. Өйткені білім беру басқармасының және білім беру ұйымдарының басты мақсаты 1 қыркүйекте 100% барлық балалар мектеп партасына, мектепке келуге тиіс екені ол аса бақылауда. Сондықтан әр бала, мұқтаж бала осы көмекпен қамтылады.
Ал енді кәсіпкерлерге соңғы сұрақ, кәсіпкерлерге бір үндеу жасасақ, олар қайда жүгіне алады, қайда хабарласа алады, мысалы шағын көмектері болсын. Жаңа жоғарыда айтып кеткендей, кәсіпкерлер немесе жай облысымыздың тұрғындары, зауыттар тағы да осындай көмек көрсеткен жағдайда сол өңірдегі білім беру ұйымына, не болмаса сол өңірдің білім беру бөліміне, одан басқа Павлодар облысының білім беру басқармасына 32-41-05 телефоны бойынша хабарласа алады. 32-45-01 телефон бойынша. 32-41-05. 05 телефон арқылы, дәл осы телефонға хабарласса, сіздер барлық ақпаратты бересіздер. Әрине. Керемет, біздің студиямызға арнайы келіп қойған сұрақтарға жауап бергеніңізге алғысымызды білдіреміз. Әлбетте, енді акция енді басталып жатыр. Райым, сіз айтқандай, осы 1 қыркүйекте барлық балалар мектепке, яғни мектеп табалдырығын толық аттайды деген сенімдеміз. Сізге көптен көп рахмет. Қымбатты телекөрермендер, айтарым бар бағдарламасы осымен тәмам. Әр сейсенбі мен бейсенбі аралығында кешкі 19:30-да өзекті тақырыптарды бірге талқылайық. Айтарларыңыз бар болса хабарласыңыздар. Нөміріміз 55 99 99. Амандықта жүздескенше.